Егерде біздің айтып отқан уағыздарымыз бір адамдарға тиіп кетіп отқан болса, әлбетте кешірім сұраймыз. Бірақ негізінде шариат, яғни Құран, хадистер айтылынған уақытында, оның ақиқаты айтылынған уақытында, ол ақиқатты айтқан адам халықтан кешірім сұрамайды. Себебі ол өзінің миындағы нәрсені айтып отқан жоқ, жүрегіндегі нәрсені айтып отқан жоқ, бір дұшпанмен ерегісіп отқан жоқ. Бәлкім бұл күйінгенінен, ашынғанынан, Алланың Құранын, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадисін жеткізуде. Себебі ертең қиямет бір ағайын. Қияметте әрбір адам өзінің қара басымен әлек болады. Өзімен өзі болып қалады. Неге мен істемедім? Неге молдалардың жағасына ұстап алып тұрып, ей нанкөр, шайымды іштің, тамағымды жедің, неге мені мәңгілік тозақ азабынан неге қайтармадың деп